Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Касперский зерттеуінің деректері бойынша 2022 жылы Қазақстандағы пайдаланушылардың 60%-ы алаяқтық әрекеттерге тап болды. Соның нәтижесінде олардан ақшаны, төлем ақпаратын немесе интернет-банкингке кіру деректерін алуға тырысты. Сонымен бірге, 20% олардың жақындары алдау әрекеттеріне ұқсас екенін атап өтті. Ал 25% шабуылдаушылар жақындарын да өздерінде алдауға тырысқанын көрсетті, деп хабарлайды ДК News КЗ. Құрметті көрермендер, бұндай алаяқтардан әрқашанда абай болыңыз. Осы видеоны көптеген достарыңызға жіберіңіз. Өйткені отандастарымыз да бұндай алаяқтарға тап болмасын. Егер пікірімізге қосылсаңыз, видео астындағы бір ғана лайк түймесін басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.